бәрі сұрайды да, почему центр вкусного плова деп. Ойлаңызшы, бізге название, кез келген компанияға название берген кезде масс-маркет туралы ойлау керек и үш аудитория туралы ойлау керек та. Мысалы, бізге депутат та келеді, әкім де келеді, там судья, прокурор, бизнесмендер де бізге келіп тамақтана береді да. Неге? Өйткені бұл центр вкусного плова. Кафе мен ресторанның арасы. Непонятный нәрсе да. Адамдар келеді. И орта халық та бізге келе береді. Өйткені олар заранее біледі, бұл жер ресторан емес, бұл жер қымбат емес. Центр вкусного плова. Қымбат емес, демократичный баға біледі. Енді қараңыз, үшінші, айлықтан айлыққа 100 мың, 150 мың жүрген халық бар ғой бізде, оны жасыратыны жоқ, ондайлар көп. И олар да бізге келеді. Оларда да айына бір рет праздник болады. Қыдырат семьясымен туған күн болады. Олар да бізге келеді. Неге? Өйткені олар да заранее біледі, бізде қымбат емес. Түсініңіз бе, бір ғана названиемен біз үш аудиторияны алып отырмыз. Яғни бай аудитория, орта аудитория, төмен аудитория. Осы кезде сіз успешный ұттыңыз да. И менің наставничествоммен екі жігіт кафе аштық та. Біреуі вообще полиция қызметінде жұмыс істейді, біреуі вообще госслужбада. И екеуіне де ресторан аштық. Осы лайфхакты пайдаландық та, названияны. Біреуіне қуырдақ центр қойдық, и біреуіне тоже центр вкусного плова қойдық. И екеуі де бір аз ғана уақыттың ішінде, бір 5-6 айдың ішінде үлкен миллиондаған оборотқа шықты. Қазір олар айына кәдімгідей бір 30-40 миллион жауып жатыр да. Не, одан басқа өте көп лайфхактар бар ғой, подсказкалар бар. Оның бәрін айтып көрсеттік. Но основнойлардың бірі осы болды да.